Футбол әлемдегі ең танымал спорт түрі. Төменде футболдың тарихы, негізгі ережелері және қазіргі таңдағы 2026 жылғы сәуір айындағы жағдай бойынша маңызды ақпараттар жинақталған. Ежелгі тамыры, футболға ұқсас алғашқы ойындар осыдан 2000 жыл бұрын Қытайда пайда болған және ол су түсу деп аталған. Заманауи футбол, қазіргі біз білетін футболдың ресми ережелері 1863 жылы Англияда бекітілді. Алғашқы әлем чемпионаты 1930 жылы Уругвайда өтті. Ойын уақыты, матч әрқайсысы 45 минуттық 2 таймнан тұрады. Ортада 15 минуттық үзіліс болады. Құрам, әр командада 11 ойыншыдан болады. Ойынның мақсаты қарсылас қақпасына доп соғу, гол. Шектеулер, қақпашыдан басқа ойыншыларға допты қолмен ұстауға тыйым салынады. Футбол әлемі тек ойын ережелерімен ғана емес, оның айналасындағы технологиялар, экономика және ерекше рекордтармен де қызықты. Міне, тағы бірнеше нақты мысалдар. Қазіргі футболда төрешілердің қателігін азайту үшін заманауи технологиялар қолданылады. VAR, Video Assistant Referee, бейне көмекші төреші жүйесі. Күмәнді сәттерді, гол, пенальти, қызыл қағаз қайталап көруге мүмкіндік береді. Goal Line Technology, доптың қақпа сызығынан толық өткенін анықтайтын жүйе. Егер гол болса, төрешінің сағатына бірден сигнал келеді. Жартылай автоматты офсайд, 2022 жылдан бастап енгізілген бұл жүйе доптың ішіндегі сенсорлар мен стадиондағы камералар арқылы офсайдты, ойыннан тыс қалуды, санаулы секундта анықтайды. Плейбук деген не? Әр команданың өз плейбугі болады. Бұл қалыңдығы энциклопедиядай болатын тактикалық сызбалар жиынтығы. FIFA әлемдік рейтингі 2026 жылғы сәуір. Қазіргі уақытта әлемнің үздік құрамаларының тізімі келесідей. Франция 1877,32 ұпай. Испания, Аргентина, Англия, Португалия. Алдағы ірі жарыстар. 2026 жыл, футбол әлемі үшін ерекше жыл, себебі биыл FIFA әлем чемпионаты World Cup 2026 өтеді. Бұл турнир ақш, Канада және Мексика елдерінде ұйымдастырылады. Америкалық футбол бұл күш, жылдамдық және стратегияға негізделген спорт түрі. Ол кәдімгі футболдан, Соккер, ерекшеленеді. Мұнда доп сопақша пішінді, ал ойыншылар бір-бірімен дене арқылы тікелей байланысқа, соқтығысуға түседі. Міне, осы спорттың негізгі ерекшеліктері. Ойынның басты мақсаты допты қарсыластың соңғы аймағына end zone жеткізу. Ұпай алудың бірнеше жолы бар. Touchdown, допты қарсылас аймағына алып кіру, немесе сол жерде қағып алу 6 ұпай. Extra point, touchdownнан кейін допты қақпаға тебу 1 ұпай. Field goal, ойын кезінде допты қақпаға тебу 3 ұпай. Safety, қорғанушы команда шабуылшыны